Barşalarınıza qayırlı күн dostlar. Бүгін біз дәмі өте нәзік шығатын мужской каприз салатын жасаймыз. Ең алдымен видеоның соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Ең алдымен қайнатылған жұмыртқаны майдалап турап ыдысымызға саламыз. Содан кейін піскен тауықтың етін майдалап турап, бөлек ыдысқа саламыз. Қалауыңызға қарай сырды үкіштен өткізіп шығамыз. Салат салатын тарелкамызге салат жапырақтарын қойып, үстіне кез келген форманы қоямыз. Ендігі кезекте туралған жұмыртқаны саламыз. Үстіне майонез жағып шығамыз. Содан кейін тауықтың етін саламыз. Үстіне шымшым тұз салып, майонез жағып шығамыз. Содан кейін сырды саламыз. Майонез жағып шығамыз. Қолымыздағы барлық ингредиенттер таусылғанша қайталап шығамыз. Ең соңында сырды салып, үстін баспаймыз. Үлпілдеп тұруы қажет.
Дастарханға қояр кезде форманы алып тастаймыз. Біздің морской каприз салатымыз дайын. Сіздермен болған ардақ. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз.